Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгін біз Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы Ақши ауылындамыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай мына қызғалдақтардың арасында әдемі жерде бір видео түсірейін деген оймен сіздермен бөлісейін деп отырмын. Жер жаннаты жетісу деп бекер айтпаған ғой қазақ. Сол жер жаннаты жетісу осындай әдемі жерлер бар. Жалпы менің ата-бабам осы Еңбекшіқазақ ауданында мекен еткен. Ата-бабам негізі анау Таутүрген деген жер бар, тауда. Сол Таутүргенді мекендеген екен. Шақа деген ел болған екен, Шақа. Бірақ шақалар кейіннен Тау шақа, Ой шақа болып екіге бөлінген екен. Оның себебі менің жеті атам Үйтібас, Қабыл, Бимембет, Абайылда, Ерғожа, Шоқпар, Дәркембай. Төртінші атам Абайылда, өзі би болған адам екен. Абайылданың 6 ұлы болған екен. Байғожа, Белғожа, Ерғожа, Нарғожа, Қожабай, Ерденбай деген. Сол Таутүргенде өмір сүріп жатқан кезде Абайылданың кемпірі, Байғожа атамыздың шешесі нан жабайын деп, табаға нан жабайын деп қи теріп ауылдың шетіне шыққан ғой. Қи жапа теріп шыққан кезде орыс казактары, сол кезде отарлау саясаты жүріп жатқан орыс казактарының бірі Федор деген жігіт, оны қазақтар Шодыр деп атайды екен. Шодыр келіп апамызды қамшымен тартып жіберген екен. Оны Байғожа атамыз көріп қойып, атқа қонып, Шодырдың артынан қуа жөнелген екен. Сол кезде Шодыр қашып, бірақ Байғожа оны атпен қуып барып ұстап, бүркіт сияқты үстіне мініп, қылқындырып, жамбасында ілініп тұратын өткір кездікті суырып алып, тамағынан орып жіберген екен, шашынан ұстап, бауыздап, содан Шодырды өлтіріп қойған екен. Сол сәтте орыс казактардың бәрі Шодырды кім өлтіргенін біліп, жаңағы Байғожаны іздей бастаған. Байғожалар Абайылда 6 ұлын алып, Таутүргеннен төмен жақта Казатком, бұрын Ошақбай деп аталған ауыл бар. Сол жаққа қарай көшіп кетеді екен. Орыстың казактары арттарынан қуып, бір қалың ағаштың ішіне кіріп кеткеннен кейін арттарынан баруға жүректері шыдамай қайтады екен. Сол сәтте Абайылда 6 ұлымен Казатком, бұрынғы Ошақбай ауылына көшіп барған екен. Сол себепті біздің ата-бабамызды Ой шақа деп атап кеткен бұл жерде. Сол Абайылда Байғожа, біз Ерғожадан тараймыз. Ерғожадан Шоқпар, Шоқпардан Дәркембай деген менің әкем. Белгілі қолөнер шебері, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері. Биыл әкемнің бақи дүниеге аттанғанына 15 жыл толады екен. Осы 20 мамыр 2021 жылы әкемнің қайтыс болғанына 15 жыл болды. Қазір тірі болса 75-ке келетін еді. Осы 23 күні туған күні әкемнің 75 жылдығы. Осы Ақши ауылында әкемнің жинаған қолөнер бұйымдарының коллекциясы, өзінің жасаған қолөнер бұйымдары, жәдігерлері бар, өзінің жинаған. Сол жинаған жәдігерлеріне мұражай ашылған. Ұста Дәркембай атында қолөнер мұражайы бар осы Ақши ауылында. Келіп көрсеңіздер болады. Әкем өмір бақи осы қазақтың қолөнерін жаңғыртып, жандандырып, осы болашақ келешек ұрпаққа қазақтың қолөнерін жойылуға жол бермей, осы ұрпағымызға аманат қып қалдырып кеткен. Әкеміздің қазақ еліне сіңірген еңбегі өте зор. Сол себептен тек қана қолөнер ғана емес, ол кісі тіл мәселесіне байланысты мына энциклопедияға қазақтың
көптеген сөздерін енгізіп кетті. Қолданыста жоқ қазақтың сөздері бар. Қолөнерге байланысты мәймөңке, аба, шымшуыр, сімсуір, құрал саймандарының атауларын, зергерлік бұйымдардың атауын көп ғылыми еңбектер жазып, газет журналдарға мақалалар жазып кеткен қазақтың ұлы тұлғасы. Әкеміздің жатқан жері жайлы болсын, жаны жәннатта болсын. Бүгін осы қызғалдақтарды көріп, шабытым оянып, осындай видео түсіріп сіздермен бөлісейін деген оймен түсіріп отырмын. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.